Армысыздар Көкейтесті каналының оқырмандары. Осыдан бір қанша күн бұрын белгілі тарихшы, жазушы, Қазақстан мемлекеттік сыйлықтарының иегері Қойшығара Салғарауылының 85 жасқа толуына орай көлемді сұхбат алған болатынбыз. Осы сұхбатында Қойшығара Салғарауылы адамзаттың жаралуына байланысты бір деректі бізбен бөліскен болатын. Әрине бұны батыстың ғалымдары да бұрын айтып жүрген. Дегенмен Қойшығара Салғарауылының осы мәселені тілдік тұрғыдан түсіндіріп беруі бізге біраз қызықты сезілді. Осы сұхбаттың үзіндісін назарларыңызға ұсынып, өздеріңізбен ой бөлісуді жөн санадық. 90-шы жылдардың аяғында генетика ғылымының үлкен жетістігі ДНК деген шықты ғой. Молекулада сақталып қалған тұқымдық қорын анықтайтын тәсіл. Сол тәсіл бойынша қазіргі адамзат баласының жаратылған уақытына 200 мың жыл дедік. Біз оның алдында 1.700.000 жыл дедік. Оның алдында 2 миллион жыл дедік. ДНК-ның несін, қорытындысын ғылым мойындады. Бұрынғыдай емес, алғашқы шыққан кезде өзі санаулы ғана елдің ғалымдары ғана шықты. Ол анау Калифорния университетінің Алан Улисон бастаған ғалымдары, Ресейдің Вавилов атындағы генетика институтының Илья Захаров бастаған ғалымдары, Американың Ил институтының осы үшеуінің нәтижелерінің ортақ болуы бірін-бірі білмейтін. Мынау ДНК-ны мойындауға, ғылымға айналғанша содан кейін жетіліп кетті ғой. Алтын тамырда мынандай деген концепция жазған. Ресми тарихтың, біздің ресми ғылыми тарихтың түрік халықтарының 6 ғасырда Алтайда шыққан концепция дұрыс емес. Түрік халықтары адамзат жаратылғаннан бар халық. Түрік тілі адамзат жаратылғаннан басталғаннан жоқ. Өйткені оның кейбір дыбыстарында табиғатта бар дыбыстар. Басқа халықтардан келген тіл болатын болса, жолай дамыған тіл болатын болса, басқа тілден бөлім болса, ондай дыбыстар болмаса деген. Әлсіз, бірақ сонда бір жобаны айтқам. Мен кешеге дейін, 20-шы жылға дейін, мен бұны ашық айта алған жоқпын. Адамзат баласы түріктен жаратылған дегенді. Маған бұлай ойдың келуіне сенімді болған зат мынау болды. ДНК-ны тәсіл дедім ғой жаңа. Бұрын моногенизм, полигенизм дейтін болатын. Әр жерде жаратылған адам, бір жерде жаратылған деген. Соған нүкте қойылды. ДНК адамзат баласы бір жерде жаратылған, ол оңтүстік шығыс Африкада жаратылған деді. Содан кейін мен енді адамзат баласы жаратылғаннан болып түрік болу керек қой. Ал оны қалай білемін? Еш жерде жазылмаған, ештеме дерегі жоқ. Мен сосын Египеттің тарихын зерттедім. Енді солай болып бір жерде жаратылған арық болса, маған ой келді. Ол мейлі 10 еркек 18 әйелден жаратылсын, мейлі Құранда айтқандай адам атамы Хауанадан жаратылсын. Туып қан ұрпағы туа салып, біреуі қытайша, біреуі орысша, біреуі ағылшынша, біреуі түркше сөйлеген жоқ қой. Бір тілде сөйледі ғой. Демек, бір тілде сөйлеген болатын болса, сол жерден өсіп сол жерден тараса, сол жерде бірдеме қалды ғой. Қазақта сөз бар. Жоқтан бар болмайды, бардан ізсіз кетпейді. Бір із қалды ғой бірдеме. Сөйтіп мен Египеттің тарихын оқыдым. Египеттің тарихын оқыған кезде бүкіл жер су, ел жұтаттары көнеге. Анау түркше сөйлеп, қазақша сөйлеп тұр. Тексергенде нені тексеретін? Жер атауларында ел жұрт атауын білесің. Содан кейінгі жердің жаратылуы, адамның жаратылуы, байланысты мифологиялық деректер, құдайлар деректерлері ең керекті. Сосын діни деректер, сол артефактылар, көне жазулар, бәрін соны барып кеп салыстырсың ғой. Сөйтіп жүргенде Геродотта мынандай сөз бар екен. Гректің құдайларының бәрі де гректердікі емес, ол Египеттің жабайылары деген. Мен бұрын аңғармағам. Содан кейін гректің құдайларын зерттейін. Бәрі қазақша. Тек гректе бұрмаланған. Бірақ ең несі маған қиындығы, не Геродот айтпайды, не мифологтар айтпайды. Египеттің жабайылар деген мен. Египеттің жабайылар дейді, ал олар кімдер? Айтпайды. Сөйтіп жүргенде бір жаманнан бір жақсылығы бар деген, мынау орыс, мынаулардың генетиктері мықты, орыстардың. Сол олар өздерін зерттеп, баяғыны ала басқанда бұлар славян болмай қалды. Содан мораторий оны қашқыздырмай жарияламай жабып қойды.
Сөйткеннен кейін бұрын әлгіндей санаулы ғана университетте бүкіл дүниежүзі біліп кетті ғой артынан. Нені Генканың зерттеудің тәсілін анықтауды ханнан. Содан барып, бұлар амалсыз власть журналы жариялады. Әлгінің қорытындысын өздерінің славян. Енді не істеу керек? Кез келген халықтың өзінің жаман ба, жақсы ма, бай ма, кедей ма тарихы бар. Бұл сормаңдай халық өзінің тарихына айдық қалып, өздерінің тарихын өзі құртқан. Оған құртқаны өзінің жаман жақсы өздерінде тарихы бар, қалай болып қалай келген. Бірақ оларда кімде викингілер жаулап алды да 300 жыл Рюриктің тарихын жасады. 300 жыл. Енді осы тарихымыз деп жатқан кезінде Петр Первый келді, романовтардың тарихын жасады. Анау қалып 300 жыл романовтардың тарихын алды. Калининград қаласында Кенисберг дейді ғой. Сонда бүкіл орыстың жылнамаларының бәрін жинап, европалық стандартқа түсіретіндей қылып, өздерінің мүддесіне қарай қайтадан жазылып, жаңадан анаулар көшірткізіп, оны европалық стандартқа түсіру үшін немістің 3 бірдей ғалымын алып беріп, Мюллер, Шлюцер, Байер деген оған Санкт-Петербургтың ғылым академиясының академигін ат беріп, өздерінің тарихын жазады. Біздің Карамзин жазған, Соловьев жазған, Татищев жазған тарихтың бәрі солардың жазған тарихындағы сол материалдардың бәрі. Оның бәрі көшірме қолданылған жасанды тарих. Осылардан кейін келгеннен кейін барды да орыстар енді өз тарихын жасау керек қой. Қайтадан фольклорға жүгінді. Орыстың ірі қалаларының бәрінде фольклор жариялана бастады. Рахат болды, фольклорды аласың. Солай түгенде ең маған пайдалысы мифологияның энциклопедиялық сөздігін ашып. Осы сөздікте бар, былай дейді мысалы, гректің алғы өліне тірілтетін құдайы бар ғой, соны айтады, грек құдайы Осирис дейді. Грекше Осирис дейді. Аяғында Африка жабайының тілінде оны өсір дейді. Оның әйелі жер құдайы гректің тілінде Исида дейді. Египеттің жабайының несінде тілінде оларды іс ет дейді. Өйсті бүкіл құдайларды алып болсақ, бәрі түркше сөйлепті. Өзің сөздің қысқасы, мен бүкіл адамзат баласының алғашқы тілі шыққанда жабайылардың түрк тілінде шыққанына деген көзім жетті. Бірақ мен атағым жоқ, нем жоқ, айта алмадым. Сөйтіп жүргенімде 2008 жылы Москваның ғалымы Юрий Николаевич Таразов дегеннің кітабы шықты. Көне Европа халықтарының түріктік атауы деген. Бұл кісі бүкіл Европа халқы түріктен жаратылған деген қорытынды шығарды. Бұл 2008-де. 2010-да Лачтың ғалымы Галина Шункинің кітабы шықты. Были ли лачи түрками? Лачтар түріктен шыққан ба деген. Сөйтіп бұл қорытындысын жасады. Ол анадан дасып кетті жаңағы Дроздовтың да. Бұл бүкіл адамзат баласы түріктен жаратылған. Лач халқы түріктен шыққан, лачтың тілі түріктің тілінен алынған, орыстың тілі лачтың тілінен шыққан деген жазды. Бұл 2010-да. Содан кейін мен мынаныған батыл кірісіп жаздым. Сөйтіп жазып, бірақ жарияламай тұрғанымда Американың ғалымы Дженни Матлюк дегеннің кітабы шықты. Оны ағылшыншасын білмеймін. Мынау жаңағы келген қызым сол түркше аударған екен, сонысын тауып берді. Онда бәрінен де тіпті айқайлап тұр. Тақырыбы былай: ей, дүниенің адамдары, бәрің де түріксіңдер дейді. Аяғына леп белгісі қойған. Көрдің бе? Енді содан кейін мен емес, анау басқа құрлықта жердің екінші бетінде жатқан Америкерді мойындап атса, талай жыл бізге үстем тігіп малбақтық жабайылар болды деп келген Москваның мойындап атса, енді европалықтарды мойындап атса, неге мен жазып жатқаным? Мен адамзаттың аттасы тілі, алғашқы адамдар қай тілде сөйледі деген кітап жаздым. Содан бұның барлығында кәдімгі қалай болғанды
Менің ана кісілердің бәрінің несі екі ақ не негізгі несі. Оның біріншісі несі ел жұрт атауы, екінші жер су атауы. Түптеп келгенде екеуі де сөз. Мен осыны оңға жеткізім дәлелдегімді. Мен дәлге екеуі негізі не алдым. Одан кейін бәрі халықтың осы өзімен бірге жасасып жатқан ауызша тарих қой. Ең көненің көнесін айтса тек ауызша тарих қана. Жазба деген кейін шыққан дүние ғой. Сондықтан мен ауызша тарихқа сүйендім. Одан кейін дін тарихына сүйендім. Одан кейін жазба тарихқа сүйендім. Одан кейін көне жазба деректер бар ғой. Соларды алдым. Содан кейін дүние жүзіндегі мынау өзімнің қолым жеткен әрине. Мен бәрін бірдей оқи алған жоқпын. Қолым жеткен, іздегеннен кейін адам бірталай дүниені табады екен. Сол әр жерден оның және білудің де қажеті жоқ. Өмірі кітабы түгіл атын естімеген адамды бір кітап бір ғалымға шығарып тұрады. Өзің бір мақсаттағы іздеп сол кітабын оқысаң, содан кейін анау әрқайсысын сосын заказ беріп іздетіп соны тауып алып оқи бересің, ол тағы біреуге шығарады, содан кетіп үңгей бересің. Сөйтіп білгенде жиналып келген қорым не алды. Менің бұл бір ерекшелігім, бұл маған көп дүниені үйретіп кетті. Мен сөз әлеміне кіруге мүмкіндік алдым. Ішіне кірген жоқпын, бірақ босағасына сағалап тұрған болдым бірақ жұрттан көріп біраз дүниені көзіммен көріп сарып қалдым. Осы арқылы мен ақаңның нағып біздің тіл ғылымы менен әдеби ғылымның негізін қалап, соның ережелерін жасап тұрғанын несін білдім. Ақаң біздің қазақ халқының ішінде бірінші рет сөз жасалым мен сөз танымның заңдылықтарын игеріп, сөз әлеміне кірген кісі. Егер сөз әлеміне кірсеңіз, сөз өзі айтады барлығы. Ереженің де тілді. Мен мынау Алла берсе бел шығады, адамзат өткен ұзақ жол деген. Сонда сөз бәрін айтады.